Қара шайдың пайдасы мен зияны. Шай мидың белсенділігін арттырады. Қара шайдың құрамында мидың жұмысын жандандыратын және есте сақтау қабілетін жақсартатын амин қышқылы L-тианин бар. Сондай-ақ сергітетін кофеин де кездеседі. Сананың толық айқындық сезімін тудырады. Ұйқының орнына жақсы көңіл-күй сыйлайды. Кофе мен шайдың айырмашылығы: кофе бірден қуаттандырады, бірақ бұл әсер бірнеше сағаттан кейін жоғалады. Қайта сергу үшін сізге тағы бір шынайы кофе керек. Осылайша кофеинге тәуелділік пайда болады. Ал қара шай жұмсақ, серпіліссіз қуаттандырады. Баяу, бірақ денеге қауіпсіз әсер береді. Бұл бір тәулікке арналған энергияның кепілдендірілген өсімі. Жапондық және британдық ғалымдар тұтынылатын амин қышқылының мөлшері мен адам миының альфа толқындарының белсенділігі арасында тікелей байланысты анықтады. Зерттеулер көрсеткендей, миға қара шайдың пайдасы орасан зор. 50 мг L-тианин шамамен 3 кесе шай мидың жұмысын мүмкіндігінше арттырады. Сонымен қатар тыныштық пен релаксация жайында да тианин жауапты. Іріктемелі зейін шаңдалады. Бұл фондық тітіркендіргіштерге алаңдамай маңызды бөлшектерге назар аударуға мүмкіндік береді. Иммунитетті көтереді. Қара шайдың құрамында танин антиоксидант рөлін атқарады. Бос радикалдардың зақымдануын азайтады. Демек, ағзаның қартаюын бәсеңдетіп және иммундық жүйені нығайтады екен. Орташа қайнатылған шай суық тиген кезде температураны төмендетеді. Бірақ қара шайдың ағзаға зияны да болуы мүмкін. Суық тиген кезде қатты шай жапырақтарын ішу дене температурасын одан сайын жоғарылатуы мүмкін. Одан гөрі лимон мен әлсіз шай ішкен дұрыс. Сонда сіздің иммунитетіңіз вируспен белсенді күресе бастайды. Денені тазартады. Шай жапырақтарына радиоактивті заттарды сіңіретін және оларды организмнен шығаруға көмектесетін фенолдар бар. Қара шай сонымен қатар тамырларды токсиндерден тазартады. Олардың қанда пайда болуына жол бермейді. Жүректің жұмысын қалыпқа келтіріп, қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және қан айналымын жақсартады екен. Ұзақ өмір сыйлайтын сусын. Құрамында С, Е, Д, ниацин және йод дәрумендерінің арқасында қара шай ұзақ өмір сүруге сусын ретінде танымал болды. Күніне 1 кесе шай терінің күйін және жалпы әл-ауқатты жақсартады екен. Жапонияда күні бүгінге дейін қара шайдың не қажеті бар деген сұраққа олар бұл ауруларды емдеп өмірді ұзартатын даналықтың дәрісі деп жауап береді. Шай инсулиннің өндірісін көбейтеді. Соның арқасында бақыт пен қуаныштың гормоны серотонин көбейеді екен. 1 кесе дәмді Қытай шайын стресстік жағдайдан кейін тезірек тынышталуға көмектеседі. Тибет монахтары неге сонша сабырлы және ақылды деп ойлайсыз? Әрине, шайдың арқасында. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Шай ішек микрофлораларын қалпына келтіреді. Метаболизмді реттейді. Асқазан сөлінің түзілуіне көмек береді. Егер сіз шайды дұрыс қайнатып, оны мөлшермен ішсеңіз, денсаулығыңыз едәуір жақсартуға болады. Сіз білуге тиіс шай туралы фактілер. Күніне 3 кеседен артық шай ішпеңіз. 4-ші кесе қанық шай ас қорыту жүйесін қоздырмайды, тек тітіркендіреді. Сонымен қатар, жүрек пен қан тамырларын шамадан тыс қозуы пайда болуы мүмкін. Қатты қара шай қысымды күшейтеді. Ұйықтар алдында шай ішпеңіз. Шай ұйқыны қашырады. Жүкті әйелдерге құрамында кофеин болғандықтан қара шайды көп ішуге болмайды. Күніне 1 кесе жеткілікті болады. Дәрілік заттарды шаймен бірге қабылдауға болмайды. Шайда 200-ден астам биологиялық белсенді заттар бар. Олар дәрі-дәрмектермен әрекеттесуі мүмкін. Қайнатқаннан кейін 1 сағат немесе одан да ұзақ тұрған шайды ішпеңіз. Күніне ең көп дегенде 3 кесе орташа қайнатылған қара шай ішіңіз, тек одан артық емес. Деніңіз сау әрі қуатты болсын.